Көлбай керең қалтасынан қолдан соғылған добалдай бәкісін шығарды. Ал балалар ауыздарын салынды екен. Әкеліңдер, бауыздап берейін деді бәкісінің жүзін ашып, алақанына сап жинай тұрып. Көк көзі шарасынан шыға бажырайып кеткен Петька кекілігінің бауырына қыса түсіп, ағатай, менікін бауыздамаңызшы, тірідей алып жүрейінші, деді жан даусы шығып жалынып. Мейлің, өзің біл. Көлбай керең сол кісінен жимаған қалпы. Одан соң маған бұрылған, мен де кекілігімді бауырыма қысып қорғаштап, тірідей алып жүрейінші дедім. Көлбай керең басын шайқай күліп, бәкісінің жүзін жауып қалтасына салып қойды да, жүріңдер, мына жартастың арғы жағында тағы бір тұзағым бар деді. Біз кекіліктерді құшақтап, енді бұта мен бастарға сүрініп кетейін деп абайлап басып, оның соңынан ере бердік. Көлбай керең алда келе жатыр. Одан кейін оның ізін дәл басып Петька, соңдарынан мен келемін. Балалардың бәрі екеуміздің кекіліктерімізге қызығатын болды, дейді Петька маған қайырылып қарап. Мен мұны соймаймын, қолға үйретіп асыраймын дедім. Мен де солай жасаймын, деді Петька. Осы мезетте Петька, ой деп қолын шошына сілкініп қалған кекілік бір етіп төмен құзға қарай зымырап ұшты да кетті. Әй, кекілігің ұшып кетті ғой деп мен айқайлап жібердім. Алдағы Көлбай кереңдер жалт қарады. Тістеп алды, деді Петька оң қолының сыртын сипалап. Қап, жаңа бауыздап берейін дегенім сол еді, деді Көлбай керең өкініп. Енді кекілікте тірі жан ғой, айбат жасамай ма екен? Абайламасаң, сөйтіп шоқып алады. Жә, екінші тұзаққа да түскендер шығар, жүріңдер, деді. Екінші тұзаққа жеткенімізде мұнда алғашқы тұзақтағыдай емес, жайылған кекілік тым аз екен. Біздің қарамыз көрінісімен-ақ 4-5 шықылықтасып, бастарын қазықша қақшитып ап, зымырай жортып, жоғарыдағы жартастың қуысына өрмелеп зым-зия жоқ болды. Тұзаққа бір-ақ кекілік түскен екен. Жандарымен аласұрып қанатымен жер сабалап жатты. Байқұс тұзаққа мойнынан түскен екен. Бұлқынған кезінде басы үзіліп кете жаздайды. Көлбай керең әлгіндегі добалдай бәкісін алып, сол тұзақта жатқан жерінде бауыздап алуға ыңғайланды. Ол енді еңкейе бергенде, Петька жанұшыра ұмтылып барып, оның қолына жабыса кетті. Ағатай, обал ғой, бауыздамаңызшы, деді шырқырай жалынып. Тікісіне тоқтап қалған Көлбай керең. Деп Петькаға бұрылды. Бауыздамаңызшы, деді Петька айқайлап. Неге? Обал ғой. Солай ма, деді абдырап қалған Көлбай керең. Енді не істейміз, деп біресе Петькаға, біресе маған қарап қояды. Петька дереу отыра қап, мойнынан қылқынып жатқан кекілікті босатып алды. Мойын жүні үрпе-үрпе боп есеңгіреп қалған кекілік байқұс көзін жұмып 2-3 рет басын сілкіді. Туй, байқұс-ай, деді Петька оны мүсіркеп бауырына басқан. Кекілік көзін жұмып тығыла түсті. Енді байқадық, тұмсығынан қан шығып тұр екен. Оны көрген соң Петька мүлде жыларман халге жетті. Обалын-ай! Сәлден соң көзін әжер ашып жұмған кекілікті орындық тәрізді жайпақ тастың үстіне апарып жатқызды. Бауыры тасқа тиген кекілік есін жиғанша біраз жатты да, бір сәт аузын кере ашып қойып, мойнын созып жан-жағына қарады. Әлгі тастан жер секіріп түсіп, бұталарды тасалап жорғалай жөнелді. Енді өлмейді, деді Көлбай керең әрмен қуана дауыстап. Кекіліктің жаны сірі болады. Қазір біраз қарға аунаса, құлан таза айығып кетеді, деді. Мен өзім бауырыма басып қысып ұстап тұрған кекілігіме енді ғана назар аудардым. Көзі жылт-жылт етіп қолтығыма қарай тығылып түседі. Өзі жып-жылы, жұп-жұмсақ. Мен жалғыз қалдым ғой деп өксіп дірілдеген сияқты. Ойланып тұрмыстан қос қолдап жоғары көтердім де, бұл да үйірінен қалмасыншы деп, әуелете лақтырып жібердім. Бұл да әлгіндегі қалың кекілік ұшқан жаққа қарай зымырай жөнелді. Ал кекіліктің сорпасына қарық болдыңдар, деді де Көлбай керең, әлде бізді жазғырғандай, әлде өкінгендей үнмен. Онан соң, ей, Петька,
Мына тұзақтың арғы басын шешіп алшы, деді өзі еңкейіп тұзақтың екінші басын шешуге кірісті. Мұнан әрі үшеулеп жүріп әлгі жердегі тұзақты жинап алдық. Қайтар жолымызда сол үнсіз күйімізде алғашқы тұзақты да жинап алдық. Содан маяға қайтып жеткенімізше ләм-мим демедік. Шанасына жақындай бергенде ашаға сүйеніп үнсіз қарап тұрған Манарға Көлбай Керең: «Ей, мына екеуі тұзақ құруға болмайды екен», деді даурыға күліп. «Екеуінің де жандары ашығыш». Біз Петька екеуміз қолшанамызды сүйреп анадай жердегі шошаққа қарай кеттік. Шынында да қолыңа түскен сылап сипаған сүп сүйкімді тірі кекілікті сойып жеу деген сұмдық қой, деді Петька былай шыққан соң, әлде ақталғандай, әлде біреуді жазғырғандай үнмен. «Әрине сұмдық», дедім мен де іле қостап. «Ал тездетейік. Айтпақшы, мен Жиренқасқа айғыр едім ғой, деп кісінеп жер тырпанып секіріп қойды. Мен де кісінеп жер тарып құла айғыр боп қалпыма түстім. Мұнадан әрі ана кездегі қыдырмақ тойды жартылай бұзған шошаққа жетіп, Оттоның қолшанасына Петька екеуміз әдемілеп шөп тиеуге кірістік. Үлкен бір арқадай шөпті тиеген соң, ойқы-шойқы жолда аударылып қалмасын деп жіппен ұзыннан көлденеңінен шалып алып мықтап байлап тастадық. Тартып көріп едік, шаманың табаны қарғабат зілдей ауыр екен. Кішкене азайтайық деп едім, үлкен жолға түскен соң жеңіл болады деп Петька бой бермеді. Сонымен Жиренқасқа мен құла айғыр боп бағанағы бос шананы сүйретіп келгендегідей кісінеп жер тарпып ойнақтай алмай, табанын қарға батқан шананы күшене тартып кері қайттық. Көлбай Керең мен Манар да шаналарына шөпті тиеп боп өгіздерін басып ауылға бұрған. «Ей балалар, шаналарыңды мына менің шанамның артына тіркеңдер де өздерің шананың үстіне отырыңдар», деп Көлбай Керең айқайлады. Арық өгіздердің шөп тиелген шананы мықшия сүйреткен түрлерін көріп, ол байқұстарға жармасуға көңіліміз дауаламады. «Жоқ, біз өзіміз жүреміз», деді қосырлана дауыстап. Көлбай Керең жауабымызға тағы да мәз боп күлді. «Мейлілерің, өздерің білесіңдер», деді одан соң. Ілбіген екі шананың соңынан біз де ілби жүріп кеттік. Петька екеуміз шананың ауырлығын, ауылға дейінгі жолдың алыстығын қалай да еске алмау үшін ананы-мынаны айтып, бір-бірімізді сөзге айландырып, күлдіргі бірдеңелерді еске түсіріп, қайдағы-жайдағыны қозғап мәз боп келеміз. Осыдан 4 жыл бұрын алғаш біздің ауылға көшіп келгенде Петьканың қойлары маңырағандағы дауыстарының жуан жіңішкелігіне қарап еркек ұрғашы деп бөлетінімізді еске түсіріп күліп алдық. Қойдың дауысы маңырағанында жуан болса, дядя баран деп, ал жіңішке болса, тетя баран деп айтқанын есіме түсіп, тағы да күліп алдық. Дауысы дарылдай маңыраған саулықты қозы сүйем жатқанда да: «Ей, Петька, ана қозы дядя баранды қалай ем жатыр деп қарашы», деп оны да мазақ қылушы едік. Бірде Петьканың үйінде капуста көже ішіп отырған менің: «Ойпыр-ай, Петька, жапырақтан да тәтті көже пісіруге болады екен-ау» дегенімде, ол ішіп отырған тамағына шашалып қала жаздаған еді. Тағы бірде әжібжектің кіжіңінен құтылу үшін Петьканың үйіне алып шыққан бір кесем шошқаның майын екеуміз оған қойдың құйрық майы деп алдап беріп, артынан жегені шошқаның майы екенін біліп алған әжібай өлердей құсып, ақыры ұшынып, ауырып, 10 күнде төсек тартып жатқан еді. Осының бәрін есімізге түсіріп, Петька екеуміз келе бердік.